Бек Эйр әуе компаниясы қайта ашылуы мүмкін бе? Себебі осыдан 6 жыл бұрын Алматыда болған әуе апатына әуе компаниясы басқа емес, қайтыс болған екі ұшқышты кінәлі деп таныған екен. Осы жақында ғана сот сондай шешім шығарыпты. Жалпы ол 2019 жылы 27 желтоқсанда орын алған болатын. 98 адамның 13-і қайтыс болған етін. Себебі ұшақтың қанатындағы мұзды алдын ала тазаламағандықтан. Дәл сол кезде мен әуе диспетчер ретінде Алматы әуежайға тақалып тұрған ғимаратта авиасимулятордан практикалық сабақтар өтіп жүргенбіз. Сол хабарды сол кезде есту де ауыр болған, қиын болған еді. Енді оның 6 жылдан кейінгі шешімін естуде бір ауырлау болып жатыр да. Сіз қалай ойлайсыз? Бек Эйр қайтадан ашылуы мүмкін бе?